Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Шымкент қаласы Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64-ші мектеп гимназиясының онлайн педагогы Салыбекова Бибігүл Есімханқызы. Бүгінгі таңда бірыңғай жалпы республикалық сынып сағаты өтілуде. Әрбір оқушы бүгінгі таңда жаңа оқу жылын мен қалай оқимын, қалай оқытуды бастаймыз деген сұрақ алаңдатуы мүмкін. Осы сұрақтың жауабын сынып сағатында кеңінен талқыға салып өрбітетін боламыз. Сынып сағатын өткізудің негізгі мақсаты коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты сақтық шарасын жүргізу үшін қашықтықтан оқыту ұйымдастырылып отыр. Осы негізде сіздермен жұмыс форматтарын оқушыға хабардар етуді жөн санап отырмыз. Күн тәртібінде мынадай сұрақтар аясында мәселе қозғайды. Жаңа оқу жылындағы оқу форматтары, қашықтан оқыту процесі жүргізілетін білім беру интернет платформасымен танысу, мен және менің денсаулығым, жаңа оқу жылында оқу жетістіктерін қалай бағаланады және интернет желісінде қалай жұмыс жасаймыз. Осы тақырып аясында әңгіме қозғаймыз. Оқыту форматы қашықтан өтіледі, яғни Жүсіпбек Аймауытов атындағы мектеп гимназиясы оқу процесін қашықтан ұйымдастыру үшін Білім Ленд платформасын қолдануда. Осы платформаға қалай кіру керек екендігін, қалай жұмыс жасаудың сілтемесі, оқушыны қалай тіркеу керек екендігі туралы мен сіздерге қосымша арнайы сабақтарымда үйретіп, бағыт-бағдар беретін боламын. Сонымен қатар күнделік кезетпен жұмыс жасап, сіздер өздеріңіздің қалыптастырушы бағалауларыңызды, 90-дық жиынтық бағалауларыңыз туралы ақпаратпен хабардар болып отырасыздар. Қашықтан оқыту екі негізде жүзеге асатын болады. Біріншіден, ол сабақ тікелей эфирде интернеттің мүмкіндігіне орай мұғалімнің белгіленген уақытының аясында трансляция жасау арқылы белгілі бір ақпаратпен ой бөлісу арқылы жүргізеді. Бұл оқытуда тақырыпты мұғалім өзінің мүмкіндігіне қарай оқушыға алдын ала сабақ кестесін ұсынып, қай уақытта жүргізілетінен хабардар етіп отыратын болады. Бұл сабақ 10 минутқа немесе 30 минутқа негізделеді. Ал қашықтан оқытудың екінші бір форматы бұл арнайы WhatsApp, Telegram желілері арқылы мұғалім өзінің оқушыға қажетті игертуге тиісті материалдарын жібереді, видео сабақтарын жібереді. Сол арқылы оқушы өзінің тапсырмасын орындап, мүмкіндігіне орай кері байланыс жұмыстарын оқушыға, мұғалімге алмастырып жіберіп отыратын болады. Оқушыларға арналған ережелер бар. Құрметті оқушылар, арнайы оқыту жүйесін жүргізу үшін сіздерге сабақ кестесі жасалып, дайындалып қойған. Сіздер белгілі бір оқу тапсырманы орындау үшін оқулықтарыңызды ашып, берілген тапсырманың аясында жұмыс жасайсыздар. Оның негізінде интернетті қолданасыздар. Сіздер өздеріңіздің сабаққа қалай қатынасып, бағалау жүйесін электрондық журналдан күнделікті өздеріңіздің логин парольдарыңызды теріп, хабардар болып отырасыздар. Сонымен қатар сынып жетекшімен тығыз байланыста отырасыздар. Мұғаліммен байланыста болған жағдайда сіздерге түсінбеген сұрақтар орын алса, сол сұрақтар аясында диалогтық алаң орнатуға болады. Бірақ сонымен қатар оқушылар компьютермен жұмыс істеген кезде санитарлық нормалар сақтаған дұрыс. Компьютердің алдында ұзақ отыру бұл ағзаға өте зиян. Сондықтан уақытты тиімді пайдалануымыз қажет. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін сіздерде 90-дық жиынтық бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмыстары жүргізіледі. Мұндағы сіздер белсенді, өте нәтижелі сапа көрсеткішке қол жеткізу үшін күнделікті сабаққа белсенді дайындау жұмыстарын жасап отырғандарымыз дұрыс. Құрметті оқушылар, 5-ші сыныптың оқушылары сіздерге биылғы жаңа оқу жылында мынадай тақырыпта сабақ өтетін боласыздар. Қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен орыс әдебиеті кіріктіріліп берілген, ағылшын тілі, математика пәні, информатика, жаратылыстану, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, өзін-өзі тану, музыка, көркем еңбек, дене шынықтыру сияқты бірнеше сабақ үлгілерімен танысасыздар.
Сонымен қатар сіздер бастауыш сыныпта санаулы сабақтар болатын болса, жоғарғы сыныпқа, орта буынға, яғни 5 сыныпқа өткенде сіздерге өте қызықты тақырыптар, өте қызықты сабақтар қосылып жатыр. Сондықтан да барлығымыз бірлесіп осы сабақты жақсы оқуға атсалысайық. Сіздерге сабақты үздіксіз күнделікті қатысу үшін интернеттік желіміз қалай болу керек, балалар? Мүмкіндігінше қарқыны жоғары істеп тұру керек. Сіздердің телефондарыңызбен, компьютер, планшет, ноутбукпен оқуға болады. Сіздер бір-бірімізді көру үшін веб-камералар қажет болады. Сондықтан мен сіздерге алдағы уақытта үлкен сенім артамын, сабақты бірлесіп оқимыз деген ниет білдіремін. Енді оқушыға арналған жаднама. Сабақты қалай оқимыз? Күнделікті бөлмеде тазалық тәртібін сақтап отыруымыз қажет, балалар. Күн сайын таңертең бөлмені және жұмыс үстелін ылғалды дәкемен сүртіп, тазалықтан бастауымыз керек. Күнделікті оқу тапсырмасын оқып, қадағалап отырып, тапсырмаларды мұғалімге жіберіп отыру керек. Бос уақытта кітап оқып, мүмкіндігінше мектеп құралдарына күтіммен қарап, үзіліс кезінде бөлмеңізді желдетіп, уақытылы тамақтанып отырғандарыңыз дұрыс. Биылғы оқу жылында, балалар, мектеп формасында ешқандай өзгерістер жоқ. Өткен жылғы оқу жылындағыдай форма дәл сол қалпында сақталып отыр. Сонымен қатар біз тікелей эфирге түскен кезде, құрметті оқушылар, мүмкіндігінше ашық-шашық киіммен емес, жатын бөлмелердегі ұйықтар алдындағы киімдермен экранның алдына жүрмеулеріңізді сұранамын. Жаңағы тап-тұйнақтай оқушы болып, сабаққа белсеніп қатысайық. Сіздермен жылдағыдай балапан телеарналарында сіздер 10-15 минутқа негізделген сабақтарыңызды көре алатын боласыздар. Дені саудың жаны сау демекші, сіздер өздеріңіз жұмыс кестесін құрыңыздар. Күн тәртібінде белсенді қызмет жасап, дұрыс тамақтанып, зиянды әдеттерден аулақ болайық, балалар. Сонда ғана сіздер ең керемет оқушы болып, біздің мектеп гимназиямыздың мәртебесін көкке көтересіздер. Адам денсаулығы өмірдегі басты құндылық екен, ұмытпаңыздар. Менің қашықтан оқыту кезінде оқу және демалыс режим. Күнделікті өздеріңізге таңертең тұрғаннан бастап, қалай жұмыс жасайтындықтарыңыз жөнінде өздеріңіз жоспар құрып алыңыздар. Ол өте жақсы болады, құрметті оқушылар. Таңертең гимнастика жасағандарыңыз дұрыс. Инфекцияны жұқтырмаудың жолдарын сіздер әлеуметтік желіден хабардар болып отырсыздар. Қосымша осы туралы сіздерге тағы да айтып отыратын боламын. Сақтық шарасын жасап отырғандарыңыз дұрыс. Интернетпен жұмыс істеуіміз, дұрыс жұмыс істеу ережелерін сақтауымыз керек. Өйткені интернетте түсініксіз нәрселерді, балалар, ешқашанда қарамаймыз. Өйткені белгісіз ақпараттармен қарулану ол біздің денсаулығымызға, ол біздің психологиялық жағдайымызға кері әсер береді. Қандай ақпараттармен танысып жатқандықтарыңызды ата-аналарыңызға көрсетіп, хабардар етіп отырыңыз. Бейтаныс адамдармен, онлайн достармен ешқашанда жеке ақпараттарды бермеулеріңізді сұранамын. Құрметті оқушылар, білім алушылар, бүгінгі таңда есте сақтаңыз, сіздердің басты жұмыстарыңыз оқу. Өздеріңіз терең білімдеріңізбен өздеріңізге бақытты адам болуға көмектесесіздер. Тәрбиелі болыңыздар, білім құмар болыңыздар. Сіздер осындай жетістікке жеткен кезде ата-ананың көз қуанышына, мектептің мәртебесін арттыруға себепкер болатын нағыз оқушыға айналасыздар. Құрметті менің сүйікті оқушыларым, алдағы күнде сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.